Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 2 жұмыртқадан ғана жасалатын, ыстық сүт қосылып жасалатын өте оп-оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта арнамда күнделікті рецепттер шығып тұрады, сондықтан бірден арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен сүтімізге сары майымызды салып, ерітетін боламыз, яғни сүтімізді ысытып аламыз. Қамырын дайындауға кірісеміз. 2 жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз, қантымызды салып, жұмыртқамыз 2 еселенгенше, аппақ масса болғанша миксермен араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай масса пайда болады. Үстіне ерітілген сары маймен қосылған ыстық сүтімізді қосып, тағы бір араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз және 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап 1 келгі масса болғанша араластырамыз. Формамызды кішкене майлап алып, дайын тұрған қамырымызды құямыз. градус алдын ала қызған пешімізде 25 минут пісіреміз. Пирогты формадан тек қана суығаннан кейін ғана босатамыз және үстіне осылай қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыз болады. Кескен кезде ортасы осындай болып шығады. Өте дәмді, жеңіл, тәтті пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалу жолы да оңай. Сіздермен бірге болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.